Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен Excel бағдарламасында жұмыс жасайтын боламыз, және сіздерде көбінесе сұрақтар болынады осы сынып жетекшілер тарапынан. Сол үшін мен сіздерге бір лайфхак көрсетейін деп тұрмын. Бізде Excel бағдарламасында оқушының фамилиясы мен аты бөлек жазылады. Және мына жерге нумерация қою керек. Ол нумерацияны қою үшін мына жерге 1 деп жазып аламыз және 2 деп жазамыз. Сөйтемізді, мына жердегі бұрышты көріп тұрсаңыз, екеуін белгілеп алып, мынаны артқа тартамыз астына. Сол кезде бізде барлық цифрлар шығып тұрады. Енді біз фамилия мен аты бөлек-бөлек болып тұр ғой мына жерде ұяшықтарда. Енді осы сөзді, атын, фамилиясын біріктіріп мына жерге түсіреміз. Ол үшін біз бұлай жасайтынбыз. Осы фамилияның үстін ерекшелеп алып, пернетақтадағы Ctrl+S пенен Ctrl+V мен қойып алатынбыз. Ал және атын да тура солай белгілеп алып, мына жерге атын да қойып алатынбыз. Осылай Ctrl+S пенен Ctrl+V қылып қойсақ, атымен солай. Енді әр қайсысын сөйтіп отыратын болсақ, біздің уақытымыз көп кетеді. Соның үшін енді екінші оқушыны біріктіруді қараңыздар. Ең бірінші клавиатурамызды біз ағылшын тіліне қойып аламыз және тең деген белгіні қоямыз. Тең деген белгіні қойып болып, оқушының фамилиясының үстінен басамыз. Сонда қай ұяшықта тұрғаны сіздерге шығып тұрады. Және сіздердің пернетақталарыңыздағы Shift пенен 7 деген клавиатураны бассаңыздар, осындай белгі шығады. Және қос тырнақша қоямыз. Ортасына правил ашып, тағы қос тырнақша қоямыз. Одан кейін Shift пенен 7 деген пернені басамыз, сосын оқушының фамилиясын емес, енді оқушының атының үстінен басамыз. Және сол кезде көргеніңіздей, міне белгіленіп бұжыр-бұжыр болып тұрады, сосын Enterді бассаңыздар, міне оқушы осылай шығады. Енді біз астындағы қалған оқушыларда осыйтып отырмаймыз. Ол үшін жаңағы 1-2 деген нумерацияны қойдық қой, сол сияқты бұны да қойып аламыз. Сол жасаған оқушының үстінен бассақ, мына жерде өзі кішкене бірдеңе көрініп тұрады. 3 соны плюс деген белгі шығады. Астына тартсаңыздар, осы жазған оқушылардың барлық толық қалған оқушылардың аттары шығады. Және сіздер уақыттан ұтасыздар. Егер сіздерге осы лайфхак ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, подписация жасап қойыңыздар. Келесі сабақтарда көріскенше сау саламат болыңыздар.